Қалалық ақпараттық кітапхана жүйесі өз оқырмандарына халықтың рухани, өндірістік, білім беру және басқа да сұраныстарын қанағаттандыруды қамтамасыз ететін әртүрлі кітапхана қызметтерін ұсынады. Қалалық ақпараттық кітапхана жүйесі құрамына 12 қалалық кітапхана кіреді. Олардың әрқайсысы өзінің қызмет көрсету аймағындағы жекелеген шағын ауданның ақпараттық қажеттіліктеріне жауап береді. Мәселен, орталық қалалық үлгілі кітапхана және ұлттық мәдениет бағытын дамытумен айналысады. Балалар және жасөспірімдер кітапханасы экология және балалар. Станциондық кітапхана отбасылық оқу кітапханасы және тағы да басқа бағыттарды дамытады. Қалада кітапхана жұмысын ұйымдастырумен 44 маман айналысады. Олар оқырмандарға жеке сипаттамалары мен ақпараттық қажеттіліктерін ескере отырып, кітапханалық ақпараттық қызмет көрсетеді. Бүгінде қалалық кітапханалардың жалпы кітап қоры 189 592 дананы құрайды. Оның ішінде мемлекеттік тілде 95 070 дана кітап бар. Ақпараттық бәсекелестік жағдайында кітапханашылар кітапхана ісінде жаңа технологияларды қолдану арқылы оқырмандарды тартудың стандартты емес тәсілдерін іздейді. Қазіргі уақытта олар қоғамдық санада кітап пен оқудың жоғары беделін сақтауға, туған өлкенің тарихына, белгілі тұлғалардың өмір тағдырына қызығушылықты оятуға, ұлттық мәдени құндылықтарды сақтауға, өнерге, халық қолөнеріне танымдық қызығушылықты арттыруға, өскелең ұрпақтың бойында патриоттық сезімді қалыптастыруға бағытталған 11 жаңашыл жобаларды іске асыруда. Мүмкіндігі шектеулі адамдармен жұмыс істеуге ерекше назар аударылады. Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнайы кітапхана оларды кітаппен емдеу әдісімен, әлеуметтік оңалтумен, классикалық және заманауи әдебиеттер мен музыкалық шығармалардың үздік үлгілерін дәріптеумен айналысады. Биылғы жылы қалалық ақпараттық кітапхана жүйесі қызметкерлерінің өз қызметтерінің сапасын арттыруға, жұмыста жаңа ақпараттық технологияларды енгізуге бағытталған үлкен жоспарлары бар.